Сәлеметсіздер. ASP.NET Core MVC-де сайт жасау курсымызды жалғастырамыз. Бұл сабағымызда біз MVC үлгісімен танысатын боламыз. Енді MVC үлгісі деп айтып отырғаным MVC Design Pattern деген. Осы біз қарайық. Мына Википедияда айтылысында бұл Model View Controller осы үшеуін қамтыған бір дизайн үлгісі дейді. Енді суретіне қарайық, мына жерде қараңыз, Model View Controller осы үшеуі. Ал енді қолданушы View-ді көре алады, яғни көре алады, ал контролларға жаңа байланыс жасай алады. Бірақ Model-мен байланыс алмайды. Бірақ Model осы View мен контроллердің ортасында бір көпір болып тұр, яғни екеуінде де қолданылады деген сөз. Ал енді біздің үйреніп отырған MVC-мізде негізінен осы. Бірақ кейбір бөліктері өзгертілген. Енді бұны бұлай жаттап алуға да келмейді. Нақтылы қолданыс барысында ішкерлей түсінсеңіз болады. Біз сол үшін алдымен бір New Project деп жаңадан бір project құрайық. Site project-ін. Бұл жолы біз MVC қамтылмаған нұсқасын құрайық. Мына жерде ASP.NET Core Web App деген осыны таңдаймыз. Астындағысы емес, осыны таңдаймыз. Сосын Next делік. Содан кейін атын жазалық. Бұл үшінші сабақ. Бірінші мысал. Үшінші сабақ. Үшінші сабақ бірінші мысал делік. Сосын Next. Мысал деген MySQL деп жазып кетіппін. Мысал. Next. Сосын мына жердегі HTTPS алып тастасақ болған. Target Framework 5.0. Мынау Authentication Type дегеннен қалған бәрінде дұрыс белгі жоқ. Сосын Create дейміз. Міне бізге осылай құрып береді. Бұлда қазір MVC-дің еш нәрсесі жоқ. Біз соның бәрін өзіміз жасауымыз керек. Біз алдымен бірінші мына Pages дегенді өшіп тастадық. Бұл енді бізге өздерінің дайындап бергені. Мына Pages дегенді мүлдем өшіріп тастаймыз. Міне. Енді жоқ болды. Енді жаңағы айтылыс бойынша біз өзіміз қосалық. Бірінші Controller. MVC дегендегі Models қосайық. Models. Үшеуі үш файл қалтасы негізінен. Одан кейін міне New Folder. MVC-дегі Views қосалық. Енді барып үшіншісіне керек не? Және де әдіді New Folder Controllers. Осы үшеуінің арасында байланыс MVC деген жалпы осы сайт жасауда бізге оңайластырған. Яғни database-пен байланыс жасау үшін осы модулды керек етеміз. Ал енді кейбір осы view менен модул байланыстыру үшін осы control-ға қажет етеміз. Ал views-тың ішінде негізі қолданушыларға көрінетін мазмұн ғана. Енді осы controllers-тың ішінде тек қана controller келеді. Мына жерде қараңыз, осы controllers деген үстін таңдап, оң жағын бассаңыз, тінтөрдің, сосын added дегенде мына жерде controller деп тұр. Осы controllerді қосуымыз керек. Енді контроллердің атын не деп жазсаңыз да болады. Атын не деп жазсаңыз да болады. Мен бұл сабақта home деп жазбай-ақ қояйын, мысал деп жазайын, өйткені түсінікті болу үшін мысал контроллер дей салдым. Кейінгі сабақтарда негізінен ағылшын тілінде жазалық. Қазір мысал контроллер дедік, сосын next дедік. Не қосып берді. Бұл бір контроллер, қараңыз, бұл контроллер. Біз жаңа мысал деп қана жазғанбыз, негізі мысал контроллер. Бұл сөзсіз артында контроллер екен білдіру үшін атының артына контроллер лесіп жазуымыз керек. Және де бұл контроллер деген кластың, яғни осы кластың мұрагері болу керек. Осылай жазу керек. Енді мұнан артына контроллер жазбасаңыз, және де мұнаның мұрагері болса, бұл да істей береді. Бірақ осы жазу заңдылығы бойынша осы сөзсіз артына контроллер қосып жазуыңыз керек.
Ал енді бұл арадағы мына жерде action result index дегендер оларды әзірше елемей тұрмыз. Біз бір контроллер қостық. Енді Views'тың ішіне баралық. Осы Views'тың ішіндегі мазмұн негізінен осы контроллермен қатысты болу керек. Бір контроллердің ішінде бір Views болу керек, яғни осы Views'тың ішінде біз және де бір құжат қалтасын құралық. Міне new folder мысал деп жазалық. Міне мысал. Енді мысал болды. Енді барып біз осының ішіне әдетті міне view деп біз бір view қоса аламыз. Бұл арадағы view деген razor view деп тұрмын, қараңыз. Razor view. Және де empty дейді. Ішінде еш нәрсе жоқ, razor view. Енді razor жайында да айтатын боламыз. Ол C# пен HTML-дің араласып қолдануға болатын бір түрі. Сосын әдетте қайтадан таңдайды екенбіз мынада. Razor view empty. Сосын бар міне индекс. Сосын мына жердегі индекс не деп жазсаңыз да болады негізі. Біз индекс деп ала берейік, өйткені біз мынада да индекс деп жазғанбыз. Өз қосып берген автоматты міне индекс. Енді қаралық, міне қараңыз. Мына контроллер мен қазір біз Views'ты байланыстырып жатырмыз. Контроллердің аты мысал контроллер. Ал Views'тың ішінде бір құжат қалтасы бар. Оның аты да мысал. Ол осы мына мысал келді деген сөз. Ал енді оның ішіндегі мынау индекс деген ол мына индекс. Мына жерде басқаша жазсаңыз, ананда атын өзгертуіңіз керек. Енді мен мынаны атын өзгертейін ақыры болғаннан кейін. Сынақ деп жаздық міне. Анау мысал, мынау сынақ болды. Енді мынаның атын да өзгертуіміз керек. Сонда осы екеуі байланысады. Сынақ. Алдыменен осы контроллерда одан кейін осы view көрсетеді. Return view дейді. Return деген қайтару, осы view'ды қайтару. Бұл енді әзір осылай жазған кезде тіке осы бойынша қайтарады. Енді бұны біз қазір осы project таңдап, оң жағын басып, set as startup project деген таңдасақ, осыны таңдайды. Одан кейін барып біз бұны қозғалтатын болсақ, міне қазір қараңыз, HTTP 404 дейді. 404 деген таппады деген сөз. Бұл не үшін таппайды деген кезде біз стартаптың ішіне барып қаралық. Стартаптың ішіне барып қарасақ, мына жерде IPP use endpoints деген бар. Мына configure дегеннің ішінде. Біз осы арада мына map razor pages депті. Біз razor pages емес, біз осы контроллермен байланысты бір үлгіні беруіміз керек. Сондықтан мынаны өзгертеміз. Яғни endpoints дегеннен кейін нүкте, сосын map controller root деген талдаңыз. Міне map controller root. Осы controller қамтылған root, яғни жолы. Енді бұны да арнайы сабақта айтатын боламыз. Қазірше осы қалай жаздым, солай жазсаңыз болған. Енді бұны жазарда бүйтіп жақсы ашып қарайтын болсаңыз, өз айтады ішінде не жазасыз. Міне name жаз дейді. Одан pattern. Одан артындағылар, орта жақшаның ішіндегілер, олар жазбасаң да болатын мазмұндар. Енді қазірше біз жазбаған нұсқасын қолданайық. Біріншісі аты дейді. Аты негізгі дей салайық. Default деген сөз негізгі. Ал енді екіншісі pattern деген үлгі. Бұл үлгісінің жазылу әдісі былай болады. Бірінші ұлы жақша, сосын бұл controller. Controller. Содан кейін бар екіншісі ұлы жақша action. Одан кейін бар үшінші артында басқа параметр. Оны біз query десек болады. Басқалай жасақ та болады. Енді бұл бар ма, жоқ па? Жоқ болуы да мүмкін. Сондықтан бұның артында сұрау белгі қойсақ болады. Бар болуы да мүмкін, жоқ болуы да мүмкін. Енді мысалы мына жерде қазір жоқ. Енді бұған жазуға да болады. Мысалы мына string query деп жазса, ол бар деген сөз. Ал жоқ кезінде тестей береді. Мына біздің жазған үлгіміз. Енді бұл контроллер қазір бұл бізде қандай контроллер бар екенін білмейді. Сондықтан бірден
біздің контроллер тауып алу үшін мынаның артына теңдік белгісін қосып, сосын мысал деген контроллердің атын жазалық. Мысал деген контроллер міне. Одан кейін action. Бұл actionның атын біз жаңа сынақ деп жазамыз. Сынақ жаздық. Содан кейін біз барып мына сынақ CS_HTML дегеннің ішіне барып H1 Hello World деп болмаса сәлем нұрлы дүние дейік. Осылай жаздық. Енді барып қозғалтып көрейік. Міне. Енді біздің жаңағы өзіміздің қосқан дүниелеріміз дұрыс істеп тұр. Бұл енді қазір контроллер мен views'тың арасындағы байланыстар. Енді modules'қа да бірдеме жазып көрейік. Мысалы, modules'қа new class деп бір класс қосамыз. Бұл класстың атын адам деп жазалық. Сосын бұл біз танитын нәрселер. Сосын public string адам аты дейтін жерде. Аты get set. Негізі бұл бізге таныс. Мына бір адам деген класс. Бұл адамның ішіндегі жаңағы қасиеттер. Тағы да бір қасиет қоса салайық. Мысалы мына жерде public string жасы дейік. Жасы int түрінде, жасы сосын get set. Енді біз барып мынаны мысал деген контроллердің ішінде view data деп жазалық та. Алдыменен былай істейік. Бірінші біз бір адамдардың тізімін жасайық. List адам деген. Мынау адам деген қазір танымайды. Мынаны қосуымыз керек болады бізге. Өйткені бұның аттар кеңістігіндегі аты қосылмайды. Міне, мынаны қосуымыз керек. Сосын танымайды. Адамдар дейік. New list адам. Енді бұған бір-екі адам қосалық. Адамдар қосылған адам. New адам. Осылай міне. Деп бір адам қосайық. Name. Аты. Мысалы атын Нұрбол десек. Жасы 18 десек. Осылай қоса беруге болады. Қазір біреу қостық, енді тағы біреу қосалық. Мынадан біреу көшірдік. Және де біреу. Сосын Ержан 28 деген секілді. Енді барып осыларды біз viewға апару үшін view data деген бірдеме қолданамыз. Бұның аты адамдар. Сосын тең. Мына адамдар дегенді жіберсек болған. Енді бұл мазмұндар жалғасты айтылады. Қазірге біз байланыстыруды ғана айтып отырмыз. Мына бір сандық мәліметтер. Сандық мәліметтерді біз мына алдыңғы жақта мына қолданушыға көрінетін бетте көрсетуіміз керек. Сондықтан біз осылай жазамыз. Мынаны енді біз мына жерден оқи аламыз. Мына сынақ дегеннің ішінен ең жоғары жағында мынаның ішінен оқи аламыз. Мына жерден. Біріншісі бұл list, сосын models, немесе мына жерде адам деп міне. Сол кезде бұл танымайды. Танымаса біз баралық мынаған models'тағы адамның аты былай міне. Command C. Аттар кеңістігімен бірге жазу керек мынаны. Адамдар. Сосын view data. Адамдар.
as мыналған дейік міне. Бұл арада лист бар екен. Яғни біз жаңағы контроллердің ішінде жазған мына жақтан оқылық деп түсінсек болады. Енді бұл бір лист болды. Лист болса біз мынаның астына көрсетейік. Оны тағы да былай жазуға болады. For each деп. Мынау C# жазған кезде осылай жазылады. Мынау қазір кейде осы Visual Studio үстіп көп кетеді. Негізі жазуға болады. For each. Сол бар item. Мына бар адам. In адамдар. Содан кейін мына жерде бір жақша ашып. Содан кейін бар console. Console емес, мына жерге h3 дейік. Содан кейін бар мына адам. Command C. Add адам нүкте аты деген жерде. Осы аттарын көрсек болды қазірге. Енді көрейік, мынау дұрыс бола ма? Дұрыс шығып тұр, Нұрбол, Ержан деп. Енді мынау қарайтын болсақ, мынау дұрыс көрінбей тұр. Негізі мынау сияқты жанып көріну керек еді. Мынау Visual Studio'ның қателігі. Енді бұны айтайын дегенім, біз үйреніп отырған мына MVC дегеніміз осы үшеуінің арасында байланыс. M деген models, V деген wheels, controllers деген, C деген controllers.